Ол 4-ші қабаттың дәлізімен жүгіріп бара жатты. Қолында қызына жазып үлгермей жатқан хабарлама, екінші қолында төгіліп кетпесін деп ұстап келе жатқан сусын. Таң өте сәтсіз басталды. Қызы Ләззат дене шынықтыру киімін үйде ұмытып кетіпті. Ол қайтадан үйге оралды. Жолда кептеліске тап болды. Енді міне, таңғы сағат 9-дағы жиналысқа кешігіп бара жатыр. Қап, мынау не болды? Деп сағатына қарады. 9:03. Директор кешігуді ұнатпайтын. Айдана Қасымқызы компаниядағы аты аңызға айналған басшы. Суық мінезі үшін мұздай басшы атанып кеткен. Тіпті одан да аз нәрсе үшін адамның өзін жұмыстан шығарып жіберетін қатал адам. Ильяс маркетинг бөлімінде 1,5 жылдай жұмыс істейтін. Айдананы тек 4 рет қана көрген, жиналыстарда және компания кештерінде. Әр кезде ол мінсіз болатын. Қатаң костюм, суық көзқарас, ешқандай артық эмоция жоқ. Айдана ешқашан күлмейді. Жеке өмірі жоқ, өмірін тек жұмысқа арнаған десетін. Ильяс конференц-залға жүгіріп жетіп, есікті тартып қалды. Есік жабық. Таң қалды. Дәлізде ешкім жоқ. Мүмкін жиналысты басқа жерге ауыстырған шығар. Телефонын ашып, хаттарын тексерді. Жоқ, жиналыс осы жерде, 4Б кабинетінде. Есіктің үстінде де 4Б деп тұр. Бәрі дұрыс. Ендеше неге жабық? Ол есікті тағы бір рет тартып көрді. Қаттырақ итерді. Есік сәл қозғалды. Түсінгені, есік кептеліп қалған екен. Итеріп, өғімен түртіп қалғанда есік ашылып кетті. Ильяс ішке қарай атылып кіріп азғыз. Кешіріңіз, кептеліс, деп сөзін аяқтай алмай тоқтай қалды. Бұл конференц-зал емес еді. Бұл Айдананың жеке кабинеті болатын. Ал Айдана керезенің алдында тұрған. Арқа жағымен қарап, жейдесінің түймесін жауып жатыр екен. Әлі киініп үлгермегендей, қимылы да, сәл абыржуы да байқалып тұр. Шашы да бос жіберілген. Үстелінің үстінде әйелдердің сөмкесі, ішінен бір киімнің ұшы көрініп тұр. Айдана жалт бұрылды. Көздері түйіскен кезде Ильястың жүрегі дүрс ете түсті. Кешіріңіз, мен бұл конференц-зал деп ойладым. Есік жабылмай тұрған. Деп артқа шегінген сайын, қолындағы қағаздарды жерге түсіріп алды. Қағаздар кілемге шашылып кетті. Айдана қимылсыз тұрды. Беті бозарып кеткен, көзі кең ашылған. Қызғаныш та жоқ, ашу да жоқ, тек шок. Және тағы бір белгісіз сезім. Ол бұл сәтті жасырғысы келгендей, бірақ үлгермегендей көрінді. Бірнеше секунд олар үнсіз тұрды. Сол сәтте Ильяс түсінді. Айдана сырттай мұздай, мінсіз болып көрінгенмен, шын мәнінде ол да әлсіз, қорқатын, жай ғана адам. Шығыңыз, деді ол баяу. Иә, кешіріңіз, қазір. Ильяс қағаздарды жинай бастап еді. Қолы қалтырап, бәрі қолынан түсіп кете берді. Бір парақ үстелдің астына кіріп кетті. Оны алам деп еңкейгенде, үстелдің қырына басын ұрып алды. Қойыңыз. Айдананың даусы сәл сабырлырақ шықты. Мен өзім жинаймын, кек шығып кетіміз. Ильяс басын шұлғып дәлізге атып шықты. Есікті жапты да қабырғаға сүйене кетті. Жүрегі қатты соғып тұр. Не болды өзі? Айдана неге кабинетінде киініп жүрген? Неге дәл солай абдырақ қалды? Сол кезде телефоны безілдеп қойды. Әріптесі Арманнан хабарлама. Қайда жүрсің? Жиналыс болмайды. Айдана ауырып қалыпты. Ильяс телефонын ұзақ қарап тұрды. Ауырып қалды дей ме? Бірақ ол жаңа ғана кабинеттеді. Демек, өтірік. Неге? Күні бойы Ильяс жұмысына көңіл бөле алмады. Ойлана берген сайын, Айдананың ашулы емес, қорыққандай қарағаны есіне орала берді. Бір нәрсені ол көруі тиіс емес еді, бірақ көріп қойды. Кешке қарай Ильяс өзін жұбатуға тырысты. Ештеңе де болмайды. Түсініп кетеді. Бұл менің кінәм емес. Есік өзі ашық болды. Бірақ жұма күні дәл 17-де хат келді. Айдана Қасымқызы сізді дүйсенбі күні таңғы 10-да өз кабинетіне күтеді. Ильястың жүрегі су ете қалды. Бітті. Әріптесі Арманға хабарласты. Мені Айдана шақырып жатыр. Әрине, жұмыстан шығарат деп ойлаттырмын. Неге? Қателесіп кабинетіне кіріп кеттім. Дәл ыңғайсыз кезде. Арман басын шайқағандай дауыспен. Біттің. Ол ондайды кешірмейді. Бухгалтериядағы серікті білесің бе? 5 минут кешікті деп шығарып жіберді. Ал сен тікелей жеке кеңістігіне баса көктеп кіріп барғансың. Бірақ есік ашық болды. Оның бәрі маңызды емес.
Жаңа жұмыс іздей бер. Солайша демалыс күндері өте ұзақ, мазасыз өтті. Ильяс 2 кеш бойы көз ілмеді. Оқиғадан кейін дүйсенбіде не болатынын қайта-қайта ойлады. Қалай сөйлеседі? Қалай кешірім сұрайды? Әлде бірден жұмыстан өз еркімен кету туралы арыз жазып, абыройын сақтап қалғаны дұрыс па? Қызы Ләззат әкесінің көңілсіз екенін байқап қойды. Жексенбі күні кешкі ас кезінде: «Әке, не болды?» деп сұрады. «Ештеңе құлыным, жұмыс қой», деді Ильяс. «Сені жұмыстан шығара ма?» «Жоқ», деп өтіріп айтты. «Бәрі жақсы». Ләззат сенбей қарады. Ол 9 жаста болса да, әкесінің өтірік айтып тұрғанын бірден сезетін. Анасымен ажырасқаннан кейін екеуі ғана қалды. Қыз әкесін кітаптай оқитын. «Әке, егер сені жұмыстан шығарып жіберсе де, біз бәрібір қиындықты жеңеміз. Біз әрдайым жеңеміз ғой». Ильяс қызын құшақтады. «Рахмет құлыным, дұрыс айтасың. Жеңеміз». Бірақ жүрегі қысылып бара жатты. Ол жұмыстан айырылуға болмайтын еді. Пәтердің ақшысы, алимент, Ләззаттың мектебі, үйірмелері, бәріне ақша керек. Ол әзер күн көріп жүрбен. Жаңа жұмыс іздеу, бірнеше ай, сұхбаттар, белгісіздік. Мұны көтер алмайды. Дүйсенбі күні Ильяс жұмысына ерте келді. Ең жақсы костюмін киіп, шашын реттеп, әжетханада айнаға қарап кешірім сұраудың сөздерін қайталады. Сағат 10 болғанда ол Айдана Қасымқызының есігін қақты. «Кіріңіз», деді іштен шыққан тыныш дауыс. Кеңсеге кіргенде Айдана қоңыр түсті үлкен үстелдің артында отыр екен. Шашы жинаулы, сұр костюм, ақ жейде. Мінсіз, суық, сабырлы. Бұрынғыдай. Бірақ Ильяс оның ар жағында өзге бір әлсіз адам бар екенін енді білетін. «Отырыңыз», деді Айдана, құжаттан көз алмай. Ильяс отырды. Қолы терлеп кетті. Айдана қаламын қойып, оған тік қарады. «Ильяс Мәдиұлы, сәрсенбі күні болған жағдайды талқылау үшін шақырдым. Мен кешірім сұрағым келеді», деді ол асап. «Мен сіздің жеке кеңсеңіз екенін білмедім. Есіктің өзі ашық болып тұрды. Бұл менің қателігім. Егер жұмыстан босатам десеңіз, түсінемін». Айдана біраз үнсіз қалды. Сосын: «Ол күні көргендеріңіз туралы біреуге айттыңыз ба?» деп сұрады. Ильяс таңырқап қалды. «Жоқ, әрине жоқ. Бұл сіздің жеке өміріңіз». «Дәл сенімдісіз бе?» «Иә, ешкімге айтпадым». Айдана басын изеді. «Жақсы. Онда бұл оқиғаны ұмытамыз. Бірақ бір шарт бар. Ешқашан, ешкімге, ешқандай жағдайда бұл туралы айтпайсыз. Келістік пе?» «Иә, әрине», деді Ильяс. Сосын Айдана үстелден бір папка алып оған ұсынды. «Енді басқа нәрсе. Сіздің соңғы жобаңызды қарап шықтым. Өте жақсы жұмыс. Шығармашылық, нақты, дәл бағытталған». Ильяс адырақ қалды. «Рахмет. Мен сізге біздің ең ірі клиенттен пилоттық жобаны басқаруды тапсырамын. Бұл үлкен жауапкершілік. Бірақ сіздің қолыңыздан келеді деп ойлаймын». Ильяс оның сөзін түсінбей қалды. «Мені жоғарылатасыз ба?» «Иә». «Бірақ неге?» деді ол аңтан болып. Айдана оның көзіне тік қарады. «Себебі сіз жақсы мамансыз, және ең маңыздысы, құпия сақтай білесіз. Бұл сирек кездесетін қасиет». Ильяс сөз таба алмады. Жұмыстан шығам деп келіп, керісінше жоғары қызмет алды. Санасына сыймай тұр. «Мен әрине келсен, рахмет». «Жарайды. Ертең жоға жөніндегі толық мәлімет аласыз. Бүгінгіге боссыз». Ильяс есікке беттеді. Дәл шығайын деп тұрғанда Айдана: «Ильяс Мәдиұлы», деді. Ол бұрылды. «Сәрсерсемде болған жағдай жай ғана ыңғайсыздық еді. Ештеңе емес. Түсінесіз ғой?» «Иә, әрине». «Жақсы. Ертеңге дейін». Ильяс дәлізге шықты. Есікті жауып қабырғаға сүйенді. Керең дем алды. Жүрегі қатты соғып тұр. Бұл не болды өзі? Неге Айдана оған жоғарылату берді? Кек үндемеген үшін бе? Әлде басқа себеп бар ма? Бір нәрсе анық еді. Айдана Қасымқызы мүлде сырт көзге көрінгендей емес. Суық қабырғаның ар жағында басқа адам бар. Ильяс оны байқамай көріп қойды. Келесі 2 апта көзді ашып жұмғанша өтті. Ильяс жаңа жобамен тоқтай айналысты. Талдау, стратегия, клиентпен келісу жұмысы көбейді. Бірақ бәріне үлгеріп жатты. Айдана бірнеше рет кабинетіне кіріп жұмысты тексерді. Әр жолы ол кәсіби, салқынғанды, мінсіз. Бірақ Ильяс ұсақ нәрселерді байқай бастады. Ол экранға емес, оған қарайды. Сөйлегенде бір сәтке кідіріп қалады.
ерінінің шеті әлсіз жымиғандай болады. Бір күні ол Ильястың үстеліне кофе қойып, сізге күш керек деп шығып кетті. Ильяс таңырқап кофеге қарады. Директор өз қолымен оған кофе әкелді. Бұл өте тосын жағдай еді. Әріптестер де байқамай қойған жоқ. Аян түстен кейін Ильястың қасына келіп, көзін сығырайтып қарады. Ильяс, сенің ана Айдана Қасымқызымен не болып жүр өзі? Ештеңе жоқ, жай жұмыс істеп жүрміз, деді Ильяс. Аян күлді. Жұмыс қой. Бірақ ол саған кофе әкеледі. Сенің кабинетінде жарты сағат отырады. Саған бір түрлі көзқараспен қарайды. Қойшы, Аян, дұрыс емес нәрсе айтпа, деді Ильяс қабағын тиіп. Мен жай айтып тұрғы жоқпын. Бүкіл компания екеуің туралы сыбырлап жүр, деді Аян. Ильяс түнере түсті. Сыбырлайтын ештеңе жоқ. Біз тек жобаны бірге істеп жүрміз. Аян мырс етті. Әрине, жоба. Бірақ Ильяс оның сөзінде шындық бар екенін білетін. Айданамен арасында бір сезім пайда болып жатқанын өзі де сезетін. Бұл жай сөзде емес, әрекетте емес, жай ғана ауада пайда болған бір белгісіз нәрсе. Айдана бөлмеге кіргенде ауа өзгеріп кететін. Құжат бергенде саусақтары тиіп кетсе, жүрегі дірете қалатын. Көзқарастарда бір сәтке ұзағырақ тұрақтайтын. Ильяс өзін сендіруге тырысатын. Бұл кек жұмыс, ол басшы, мен қызметкер. Бірақ ішкі түйсігі оның өтірік екенін білетін. Жұма күні кешке көп адам жұмыстан шығып кеткен кезде Ильяс кабинетінде отырып презентацияны аяқтап жатқан. Телефоны діретті. Ләззат өзін нашар сезініп тұр. Мектептен алып кетіміз. Ой, сұмдық, деп Ильяс бірден орнынан тұрып курткасын алып дәлізге шықты. Сол жерде ол Айдана Қасымқызымен соқтығысып қалды. Кешіріңіз, асығып жатырмын, деді ол. Айдана бірден тоқтады. Не болды? Қызым ауырып қалды. Мектептен тез алып кетуің керек. Қай жақта мектеп? Қаланың ар жағында. Такси шақырмақсың ба? Иә. Таксимен үлгермейсің, кептеліс. Мен апарып салам, жүр. Ильяс сасқалақтап қалды. Сіз бе? Таласпайық, деді Айдана қатылау үнмен. Жүріңіз. Екеуі жер асты автотұрағына түсіп, Айдананың қара көлігіне отырды. Айдана жылдан да сенімді айдады. Қызыңыз көптен бері ауырып жүр ме, деп сұрады ол. Жоқ, бүгін таңертең басы ауырып тұр еді. Өтіп кетер деп ойлағанмын. Сіз екеуіңіз ғана тұрасыздар ма? Иә, 3 жыл бұрын ажырасқанмын. Бұрынғы әйелім басқа қалаға кеткен. Ләззат менімен қалды. Айдана үндемей басын изеді. 20 минуттан кейін мектепке жетті. Ильяс ішке жүгіріп кірді. Медбикенің бөлмесінде Ләззат бозарып, маңдайына су тигізіп отыр екен. Әке, деп қыз әлсіз жымиды. Жарайды құлыным, қазір үйге барамыз, деді Ильяс. Ол қызын көтеріп сыртқа алып шықты. Айдана арқа есікті ашты. Мұнда жатқыза беріңіз. Үйіңізге дейін жеткізіп салам. Жоқ, такси шақырсақ та. Таласпайық, Ильяс, мінгізе беріңіз. Үйге жеткен соң Ильяс қызын көтеріп 3-ші қабатқа алып шықты. Айдана артынан ерді. Ильяс Ләззатты диванға жатқызып, жамылғымен жапты. Рахмет сізге, деді ол. Шынымен көп көмектестіңіз. Ештеңе емес, дәрігер шақырыңыз. Қазір шақырам. Айдана бұрылып шыға берді де, кенет тоқтады. Дәрігер келгенше қасыңызда отыра қояйын ба? Мүмкін керек болып қалармын. Ильяс таңғалып қалды. Рас айтасыз ба? Иә, деді Айдана сабырлы үнмен. Ол диванның қасына келіп, Ләззаттың қасына отырды. Қыз көзін ашып Айданаға қарады. Сіз кімсіз? Менің атым Айдана. Әкеңмен бірге жұмыс істеймін. Сіз неге сондай әдемісіз? Деді Ләззат ақырын. Айдана алғаш рет шым күліп жіберді. Ильяс оны осылай күліп тұрғанын ешқашан көрмеген. Рахмет құлыным, сен де өте әдемісің, деді Айдана. Ләззат күлімдеп көзін жұмды. Айдана оның қолын жайлап сипап отырды. Ильяс терезенің жанында тұрып осы көрініске қарап қалды. Қатал, салқын директор оның ескі диванында қызын жылы ұстап отырған мейірімді адам. Сол сәтте Ильяс анық сезінді. Араларында бір нәрсе бар. Нағыз, шынайы нәрсе. Бұл екеуінің өмірін өзгертуі мүмкін нәрсе. Дәрігер 40 минуттан кейін келіп Ләззатты тексерді. Бәрі жеңіл суық тию екен. Дәрі-дәрмек жазып берді. 2 күн үйде жату керек деді. Дәрігер кеткен соң Ильяс қайта бөлмеге кірді. Айдана әлі де Ләззаттың жанында отыр екен. Қыз тәтті ұйықтап қалған. Сізге рахмет. Қалып қойғаныңыз үшін, деді Ильяс. Міндетті емес еді. Айдана орнынан тұрды. Ештеңе емес. Бәрі жақсы болғанына көз жеткізгім келді. Ол ас үйге барып, стаканға су құйып ішті. Ильяс қасында тұрды.
Олар алғаш рет жұмыс орнысыз, құжатсыз, ресмилексіз қарама-қарсы тұрды. Кішкентай ас бөлмеде қатар тұрған жай екі адам сияқты. Қызыңыз тамаша, деді Айдана. Рахмет. Ол менде бар жалғыз адам. Қай уақыттан бері жалғыз тәрбиелеп жүрсіз? Осы 3 жылдан бері. Ажырасу ауыр өтті, деді Ильяс. Айдана басын изеді. Түсінем. Ал сіздің балаңыз бар ма? Деп сұрақ қойды Ильяс. Айдана сәл кідіріп қалды. Жоқ, бұйырмады. Ал жұбайыңыз? Деді Ильяс сақтықпен. Айдана сол сәтте қатып қалды. Саусақтары стаканды қатты қысып жіберді. Бірнеше секунд үнсіз тұрды. Қарап тұрған адамның жүрегі ауырып кететіндей ауыр үнсіздік болды. Ол не айтарын шешіп тұрғандай. Айдана сәл үнсіз тұрды да, ақырын ғана: болған. 2 жыл бұрын ажырастық. Өте ауыр өтті, деді. Ильяс басын изеді. Сұрақты көбейткісі келмеді. Бірақ Айдананың жүзі бірден өзгеріп кеткенін байқап қалды. Бұл қайғыда емес, өкініште емес, қорқыныш. Лезде жоғалып кеткен, бірақ анық байқалған қорқыныш. Айдана стаканды раковинаға қойды. Мен қайтайын. Ертең жұмыс күні. Әрине, тағы да рахмет, деді Ильяс. Айдана есікке барып туфлиін киіп, сөмкесін алды. Есікті аша бергенде кенет тоқтап артына қарады. Ильяс Мадиұлы, егер қызыңыздың жағдайы ертең нашарлап кетсе, жұмысқа келмей-ақ қоймыз. Түсінем. Рахмет. Бірақ ойымша тез-ақ қалпына келеді, деді Ильяс. Айдана басын изеп шақ кетті. Ильяс есікті жапты да сүйеніп тұрып қалды. Жүрегі қатты соғып тұр. Бұл не болды өзі? Неге ол қалды? Неге ажырасу жайлы сұрады? Неге бұрынғы күйеуі туралы айтқанда көзінде қорқыныш пайда болды? Осы сұрақтар санасын мазалады. Ол Ләззат жатқан бөлмеге барып, диванның жанына отырды. Қызы тыныш ұйықтап жатқан. Оны жылырақ жапты, басынан сипады. Оның ойы қайтадан Айданаға оралды. Қалай ол Ләззаттың қасында отырып, қолын сипап, тіпті баланың бір қарапайым сөзіне күліп жіберді. Бұл жұмыс орнындағы қатал, суық басшы емес еді. Бұл жылылыққа, отбасының жылуына зәру бір әйел еді. Ильяс ішінен бір нәрсені анық сезінді. Ол Айдананы адам ретінде танып білгісі келді. Тек бастық емес, шынайы адам ретінде. Келесі күні Ләззаттың жағдайы жақсарды. Қызының қызуы түсті, тәбеті ашылды. Ильяс бәрібір жұмысқа баруды жөн көрді. Өйткені көршісі Баян апай кейде Ләззатқа қарап тұратын, сол күнде көмектесетінін айтты. Ильяс офиске 10-дар шамасында келіп, жұмыс орнына отырып компьютерді ашты. Бір кезде есік жай ашылып, ішке Айдана 2 кесе кофе ұстап кірді. Қайырлы таң, қызыңыз қалай? Деді ол сабырлы үнмен. Ильяс орнынан тұрды. Жақсы, қызуы түсті. Көп рахмет сұрағаныңызға. Айдана бір кесені үстелге қойды. Сізге қуат керек, кеше ауыр кеш болды. Рахмет Айдана Қасымқызы, деді Ильяс. Айдана үстелдің шетіне отырып, өз кофесінен бір жұтым алды. Бұл жолы ол өте еркін, тіпті достыққа жақын күйде көрінді. Ильяс аң-таң болып тұрды. Кешегі жағдай жөнінде, деп бастай берді ол. Айдана басын шайқады. Кешірім сұрамаңыз, мен өзім ұсындым. Қалай болғанда да уақытымызды бөлдіміз. Сосын ол Ильястың көзіне қарап, менің өмірімде босқаға кетпейтін кештер көп емес. Кеше сондай кештердің бірі болды. Ильяс сөз таппай қалды. Оның не айтқысы келгенін түсінбей тұрды. Бұл көмегіне алғыс па, әлде мүлде басқа мағына ма? Сізге рахмет, деді ақырын. Айдана басын изеп, кофесін аяқтады. Жарайды, жұмысқа кірсейік. Презентацияны сәрсенбіге бітіру керек. Бітірем, деді Ильяс. Айдана шығып кетті. Ал Ильяс компьютерге қараған күйі қозғала алмай отырды. Оның санасында бір ғана сөз қайта-қайта жаңғырып тұрды. Маңызды кеш. Келесі күндер ерекше өтті. Айдана күн сайын таңертең оған кофе әкелді. Ләззаттың жағдайын сұрайды. Жай күнделікті дүниелер туралы сөйлесіп кететін болды. Ауа райы, жаңалықтар, демалыс жоспары. Қызметкерлер де байқап жүрді. Аян анда-санда келіп әзілдеп, Ильяс, сенде бастықпен бірдеңе бар сияқты ғой деп қоятын. Ильяс күліп құтылғанмен, ішінде өзі де түсінбей жүрген сезімдер бар еді. Сәрсенбі кешінде презентацияны аяқтап отырған кезде Айдана тағы кіріп келді. Экранға қарап жұмысты бағалады. Жақсы шыққан, клиентке ұнайды, деді. Рахмет. Айдана оған жылы көзбен қарап. Сен көп жұмыс істейсің, қызыңды да ойла. Жалғыз оңай емес. Тырысып жүрмін,
Кейде қиын деді Ильяс. Айдана сәл кідірді де. Ал бұрынғы әйелің көмектеспей ме деп сұрады. Ильяс ауыр күрсінді. Жоқ, ол басқа қалаға кетіп, жаңа отбасы құрды. Ләззат, оның өткен өмірінің бір бөлік сияқты. Балаға қалай сонша салқын болуға болады түсінбеймін. Айдана терең дем алып. Адамдар қызық. Көп жағдайда біз өзімізге зиян келтіретін нәрсеге жармасамыз, ал бізді құтқара алатын дүниені оңай тастай саламыз деді. Бұл сөздер Ильястың жүрегін түртіп өтті. Ол оған қарап, бұл өзіміз жайлы ма деді. Айдана селк ете қалды. Жоқ, жай ой ғана, деп тез байланып алды. Ол орнынан тұрып есікке беттеді. Сол сәтте Ильяс. Айдана Қасым қызы, деп дауыстады. Айдана тоқтап артына қарады. Егер сізге бір күні сөйлесетін адам керек болса, тыңдай алатын адам болса, мен барын деді Ильяс. Айдананың көзі бірнеше секунд оның көзімен түйісті. Сосын ол өте жай ғана. Рахмет, мүмкін бір күні, деп шығып кетті. Ильяс біраз уақыт есікке қарап тұрып қалды. Ол анық сезді. Екеуінің арасындағы нәрсе өзгеріп келеді. Баяу, бірақ тоқтамайды. Жұма күні Ләззат әкесіне. Әке, бүгін мені мектептен ертерек алып кетші деді. Бақылау жұмысынан кейін ерте босататынын айтты. Ильяс Айданадан рұқсат алып, түскі 2-де жұмыстан шығып, қызын алып, жақындағы паркке барды. Ауа райы ашық жылы болды. Екеуі серуендеп, балмұздақ жеп, үйрекке нан берді. Ләззат тоқтамай сөйлеп, мектебі, достары, мұғалімдері туралы айтып келе жатты. Бірақ Ильястың ойы басқа жақтайды. Жұмыста, Айданада. Әке, сен мені тыңдап тұрсың ба? Деп сұрады Ләззат. Иә, тыңдап тұрмын, деді Ильяс. Онда мен не айттым, қайталап берші? Ильяс сасып қалды. Сен мектеп туралы айтып жатқансың ғой. Ләззат көзін төңкеріп. Жоқ, мен бізді үйге апарған әдемі апай туралы айтып жатқанмын. Айдана Қасым қызы туралы ма? Иә, ол сіздің досыңыз ба? Жоқ, ол менің бастығым. Онда неге ол бізге көмектесті? Жай ғана мейірімді адам ғой, деді Ильяс. Маған ол қатты ұнады. Тағы да шақыр, әке. Ләззат, ол өте көп жұмыс істейтін әйел. Бірақ сен бәрібір шақыра аласың ғой. Өтінемін, деді қыз. Ильяс терең дем алды. 9 жастағы балаға директорды қонаққа шақыру оңай нәрсе емес екенін қалай түсіндірсін? Көрерміз, деді ол. Ләззат мәз болды. Кешке үйлеріне қайтып келді. Ильяс тамақ жасап, Ләззаттың сабақтарына көмектесті. Қызын ұйқыға жатқызды. Өзі диванға отырды. Теледидар қосты. Бірақ көңілі басқа жақта. Ильястың ойы бір нәрсенің айналасында ғана. Айдананы адам ретінде, қонақ ретінде шақыруға бола ма? Бұл дұрыс па, әлде орынсыз ба? Ол телефонын алып, жұмыс чатында хабарлама жаза бастады. Жазды, өшірді. Қайта жазды, тағы өшірді. Ақырында қысқа ғана хабарлама қалдырды. Айдана Қасым қызы, Ләззат сіз туралы сұрап, көмегіңіз үшін алғыс айтқысы келді. Уақытыңыз болса, демалыс күні шайға келіп кетіңіз. Хатты жіберді де, бірден өкініп қалды. Тым жеке, тым тікелей, бұлай істеуге болмайды. 2 минуттан кейін жауап келді. Шақырғаныңызға рахмет. Егер кедергі болмаса, сенбі күні келемін. Ильяс экранға сенбей қарап қалды. Ол еш күтпестен бірден келуге келісіпті. 3-тер шамасында келсеңіз болады, деп жазды Ильяс. Жақсы. Ильяс диванға шалқая түсіп, көзін жұмды. Мен не істеп қойдым? Үйге директорды шақырдым ғой. Дегенмен бір жағынан бұл дұрыс сияқты. Мен оның адам ретіндегі қалпын білгім келеді. Сенбі күні Ильяс таңды 7-де оянып кетті. Ұйықтай алмаған. Пәтерді жинады, шаң сүртті, еден жуды. Таңды 9-да оянған Ләззат үйдің тап-таза екенін көріп таң қалды. Әке, не болды өзі? Бізге қонақ келеді. Кім? Айдана Қасым қызы. Ләззат қуаныштан секіріп жіберді. Шын ба? Ура! Мен әдемі көйлек кием. Қыз бөлмесіне жүгіріп кетті. Ильяс өзінен өзі жымиды. Соңғы 2 жылда Ләззат ешкімді құшақ жая қарсы алмаған. Достар тарады, туыстар алысты. Екеуінің өмірі өте тыныш жабық еді. Ал Айдана Ләззатқа бірден ұнады. Сағат 3-те қоңырау соғылды. Ильяс есікті ашты. Табалдырықта Айдана тұр. Джинсы, ашық түсті жемпір, шашы жайылған, биязы макияж, өте қарапайым, үйреншікті, жылы көрінді. Директор емес,
жай адам сияқты. Қайырлы деп күлімсіреді ол. Кіріңіз, деді Ильяс. Айдана шешініп болғанда, бөлмеден сәнді көйлегін киіп алған Ләззат жүгіріп шықты. Айдана апай, сіз келдіңіз бе? Айдана тізерлеп қызды құшақтап алды. Әрине келдім, уәде бердім ғой. Үшеуі қонақ бөлмеге өтті. Ильяс шай демдеп печенье шығарды. Үшеуі бірге отырып шай ішті. Ләззат тоқтаусыз мектеп, достар, мультфильмдер туралы айтып отырды. Айдана мұқият тыңдап, сұрақ қойып, жылдам күліп отырды. Ильяс осы көрініске қарап отырып, өз көзіне өзі сенбей отырды. Компаниядағы салқын, қатал Айдана, оның үйінде қарапайым кесе ұстап, балаға күліп отыр. Шайдан кейін Ләззат Айдананы бөлмесіне ертіп кетті. Суреттерін көрсеткісі келді. Ильяс ас үйде отырып, ыдыс жуып жатып, екеуінің күліп отырған дауыстарын естіді. Айдана әр суретті мақтап жатыр. Ләззат қуанып сөйлеп жатыр. Жарты сағаттан соң олар қайтып келді. Ләззат Айдананың қолын ұстап алған. Әке, Айдана апай менің жақсы сурет салатынымды айтты. Мені сурет мектебіне берейікші? Ильяс Айданаға қарады. Айдана басын изеді. Шынымен таланты бар, байқап көрген дұрыс. Жақсы, солай етеміз құлыным, деді Ильяс. Ләззат Айдананы құшақтап алды. Рахмет, сіз кереметсіз. Айдана оның шашын сипап. Сен де сондай керемет қызсың, деді. Ильястың жүрегі жылыды. Соңғы 2 жылда Ләззат ешкімді құшақтаған емес. Бұл деген сенім, жылы сезім. Кешке Ләззат ұйықтаған соң Айдана қайтатын болды. Ильяс оны есікке дейін шығарып салды. Келгеніңізге үлкен рахмет. Ләззат қатты қуанды, деді ол. Мен де қуандым. Ұзақ уақыттан бері өзімді осылай жай сезінбеппін. Бір рөлсіз, бір маскасыз, жай ғана адам ретінде, деді Айдана. Ильяс басын изеді. Айдана аяқ киімін киіп, сөмкесін алды. Сосын кенет тоқтап, оған қарай бұрылып, көзінде бір ерекше жылулықпен қарады. Айдана оған бір сәт қарап тұрып, Ильяс Мадиұлы, сізге бір жеке сұрақ қойсам бола ма, деді. Әрине, деді Ильяс. Неге мені үйімізге шақырдыңыз? Мен сізге бастықпын. Бұл өте әдеттен тыс жағдай ғой, деді ол. Ильяс біраз ойланып, сөзін таңдады. Өйткені сіз маған көмектестіңіз. Және сізге де кейде жай адамша, маскасыз, тыныш орта керек сияқты көрінді. Айдана жылы жымиды. Дұрыс айтасыз. Рахмет, деді де үйден шығып кетті. Ильяс есікті жауып сүйеніп тұрды. Ол сезді. Енді олардың арасындағы байланыс тек жұмыстық емес, адамдық жақындық пайда болған. Дүйсенбіде бәрі бұрынғыдай көрінгенімен, Айдананың көзқарасы, күлімсіреуі, құжат бергенде қолының аз-кем тиіп кетуі бәрі басқаша еді. Жұмыс арасында қысқа да көзге көрінбейтін жылулық бар еді. Түсте Аян келіп, Ильяс, сенің ана Айданамен арада бірдеңе бар ма, деді. Жоқ, ештеңе жоқ, деді Ильяс. Бірақ ол саған басқаша қарайды. Бүкіл компания сезіп жүр, деді Аян. Ильяс жауап бере алмады. Өйткені өзі де түсінбей жүрген. Нағыз жауап сейсенбі кешінде келді. Офисте ешкім қалмаған. Ильяс жұмыста аяқтап отырған. Есікті біреу ашты. Айдана 2 кесе кофе ұстап кірді. Әлі жұмыстасыз ба, деді ол. Иә, бүгін бітіргім келеді, деді Ильяс. Айдана кофе қойып, өзі қарсы алдына отырды. Өзіңізді қинамаңыз, денсаулық маңызды, деді. Мен жақсым, деді Ильяс. Бір кезде Айдана оған тік қарап. Ильяс Мадиұлы, сізбен ашық сөйлессем бола ма, деді. Әрине. Айдана бір сәт үнсіз қалды. Маған сіздердің үйде болғанымыз ұнады. Сізбен, Ләззатпен. Көптен бері өзімді біреуге керек, маңызды сезінбеген едім, деді. Ильяс сілейіп қалды. Сіз үнемі сондайсыз, деді ол ақырын. Жоқ, деді Айдана тынышынмен. Жұмыста мен басқа адамын, суық, қатал. Бұл рөл. Бірақ сізбен мен өзім бола аламын. Ильястың жүрегі дүрсілдеп кетті. Ол не айтарын білмеді. Айдана орнынан тұрып оған жақындады. Екеуінің арасы 2 қадам болды. Мен жеке мен жұмысты араластырғым келмейді, деді ол. Бірақ сізбен келгенде бұл мүмкін болмай тұр. Ильяс та орнынан тұрды. Нені айтып тұрсыз, деді. Айдана оның көзіне қарады. Маған сіз ұнайсыз. Қызметкер ретінде емес, адам ретінде. Арадағы ауа ауырлап кетті. Ильяс оған бір қадам жақындады. Сіз де маған ұнайсыз, деді. Олар бір-біріне тым жақын тұрды. Дәл сол сәтте Айдана бетін бұрып артқа шегінді. Кешіріңіз, бұлай істеуге болмайды, деді. Неге?
Өйткені бұл тым қиын деді де кабинеттен шығып кетті. Ильяс жалғыз қалды. Ол түсінбеді. Бұл мойындау ма, әлде бас тарту ма? Бірақ бір нәрсе анық. Олардың арасында бір нәрсе бар. Өшпейтін нәрсе. Келесі күндері бәрі өзгерді. Айдана Ильястан қашатын болды. Хаттарға жауап бермейді. Кездесулерді ассистентке береді. Жұмыс бойынша да сирек сөйлейді. Ильяс не болған түсінбеді. Ол өзін кінәлі сезінді. Мүмкін ол қорқып қалды. Мүмкін өкінді. Осының бәрін ойлап мазасы кетті. Бейсенбі кешінде жұмыстан кетейін деп жатқанда телефоны вибрация берді. Айданадан қысқа хабарлама келді. Кабинетіме кіріңіз, сөйлесу керек. Ильяс жүрегі түсе бастағандай сезінді. Жоғарғы қабатқа шығып есікті қақты. Кіріңіз деді іштен шыққан әлсіз дауыс. Айдана терезенің жанында тұр еді. Арқасы берілген. Иығы қатты, қолдары жұдырық болып түйілген. Есікті жабыңыз деді ол. Ильяс есікті жауып жақындады. Сіз сөйлескің келді дедіңіз? Айдана бұрылып қарады. Жүзі бозарып кеткен, көзінің асты көгерген. Күндер бойы ұйықтамаған адамға ұқсайтын. Мен сізге өткен өмірім туралы айтуым керек деді ол. Айтпасаңыз да болады. Жоқ, айтуым керек. Егер біз басталған дүниені жалғастыратын болсақ, сіз шындықты білуіміз тиіс. Ильяс үстелдің шетіне отырып, тыңдап отырмын деді. Айдана баяу отырып тізесіне қолын қойды. Мен 5 жыл бойы Мейіржан деген адамға тұрмыста болдым. Ол үлкен құрылыс компаниясының иесі. Бай, беделді, көп адам таныған. Басында бәрі жақсы еді. Мен оны мінсіз адам деп ойладым. Ол тоқтап, көзін төмен салды. Бірақ 1 жылдан кейін бәрі өзгерді. Ол мені толық бақылауға алды. Телефонымды тексеретін, хаттарға ашатын, қайда баратынымды, кіммен сөйлесетінді қадағалайтын. Достармен кездесуге тыйым салды. Жұмыстағы ер адамдармен сөйлессең, жанжал шығатын. Сенің қауіпсіздігің үшін деп айта беретін. Мен оған ұзақ уақыт сендім. Өте ұзақ уақыт. Бірақ кейін ол қорқыта бастады. Егер кетсең, сенің карьеранды жоян, еш жерге жұмыс қалмайтындай қылан. Жайған сөзіме ешкім қарсы шалмайды дейтін. Мен қорқатын едім. Өзімді тұтқында жүргендей сезіндім. Айдананың қолы дірілдеп кетті. Көзінде жас пайда болды. Бірақ ағызбауға тырысты. Айдананың өткенін айтқанын тыңдағанда, Ильястың ішін бір ауыр күй басып кетті. Әдетте мықты, суық көрінетін Айдана шын мәнінде үйдегі зорлықтан зардап шеккен әйел болып шықты. Бұл денеге белгі қалдырмайтын, бірақ адамды іштен сындыратын психологиялық қысым еді. Сіз одан қалай кетіп қалдыңыз? Деп сұрады Ильяс ақырын. 2 жыл бұрын. Мен адвокат жалдап, оның маған жасаған қысымның дәлелдерін жинадым. Сотқа арыз бердім. Ол мені әлсіз деп ойлайтын, бірақ қателесті. Сот мені қолдады. Біз ажырастық. Бірақ ол мені жібермеді. Әлде бақылап жүреді. Жасырын нөмірден хабарласады, кездескен жерге келеді. Ол үшін мен әлде оның меншігімін. Айдананың дауысы дірілдеп кетті. Ильяс оған жақындап жанына отырды. Полицияға шағымданбадыңыз ба? 2 рет шағымдандым. Бірақ оның таныстары көп. Барлығын кездейсоқтық қылып шығарады. Полиция солай деп сенеді. Ол беделді бизнесмен. Ал мен қорқып жүрген бұрынғы әйелмін, деді Айдана. Ильяс оның қолын ұстады. Қолы мұздай дірілдеп тұрған. Мен сізді ешкімге ренжіттірмеймін, деді ол. Айдана басын шайқады. Сіз түсінбейсіз. Ол өте қауіпті. Егер біздің арамызда бірдеңе барын білсе, тоқтамайды. Онда білмесін, деді Ильяс. Ол бәрібір біліп алады. Оның адамдары бар. Ол мені үнемі бақылап жүреді. Онда біз өте сақ боламыз, деді Ильяс. Айдана қайта басын шайқады. Ильяс, мен сізді бұл жағдайға араластырғым келмейді. Сіз жақсы адамсыз. Сіздің қызыңыз бар. Менің мәселелерім сізге қажет емес. Ильяс оның қолын қаттырақ ұстап. Айдана, мен қазірдің өзінде осының ішіндемін. Сол күні сіздің кабинетіңізге қателесіп кірген сәттен. Сіз маған кофе әкелгеннен. Сіз ләззаттың жанында отырған сәттен бастап. Мен бұдан бас тартпаймын, деді. Айдананың көзіне жас келіп, ақырын жылап жіберді. Ильяс оны құшақтап арқасынан сипады. Бәрі жақсы болады. Мен жанындамын, деп сыбырлады. Біраз уақыт солай отырды. Айдана тынышталып, көз жасын сүртті. Кешіріңіз, сізге бұлай жүк болғым келмейді, деді ол. Жүк емессіз. Мен қуаныштымын. Маған сенім артқаныңызға,
деді Ильяс. Айдана терезенің жанына барып, егер біз екеуміз ара қатынасымызды жалғастыратын болсақ, сақ болуымыз керек. Жұмыста кездесуге болмайды. Ешкімге сездірмеу керек. Мейіржан білмеуі тиіс, деді. Жарайды. Біз бәрін сақтықпен жасаймыз, деді Ильяс. Айдана оған бұрылып, сіз бұған дайынсыз ба? Шынымен? Деп сұрады. Ильяс оның қасына барып, қолынан ұстап, сіз үшін бәріне дайынмын, деді. Айдана оның көзіне ұзақ қарап тұрды. Сосын жай ғана сақ қимылмен оны сүйді. Қысқа, баяу, сенімді. Ильяс та жауап қайтарды. Бұл жай сезім емес еді. Бұл екеуінің шешімі, таңдауы еді. Аяқтағанда Айдана ақырын айтты. Қасыма қалғаныңыз үшін рахмет. Мен еш қайда кетпеймін, деді Ильяс. Олар кабинеттен бөлек-бөлек шықты. Ильяс, 10 минуттан кейін. Айдана, одан кейін. Үйге бара жатқанда оның бойында қуаныш, қорқыныш, шешім, үміт бәрі араласып тұрды. Айдана оған сенді. Бұл шынайы болды. Бірақ ол бір нәрсені түсінді. Мейіржан оларды жай қалдырмайды. Келесі 2 апта олар жасырын кездесе бастады. Жұмыста ешқандай артық көзқарас, әңгіме жоқ. Тек кешкіде қысқа хабарламалар, сирек қоңыраулар. Ләззат ұйықтағаннан кейін Айдана келетін. Сағат 10 шамасында, түн жарында қайтатын. Олар асханада шай ішіп, өмір туралы, армандар туралы, өткен туралы сөйлесетін. Ильяс оның шынайы қалпын көре бастады. Қорыққан, шаршаған, бірақ жылы, мейірімді әйел. Ләззат ештеңе білмейтін. Ильяс асықпады. Бәрі орнығып, қауіп сейілгенше. Бірақ бір кеште Ләззат су ішуге оянып, ас бөлмеге шықты. Онда Ильяс пен Айдана қол ұстасып отырған еді. Әке, деді қыз. Ильяс селгете қалды. Құлыным, не болды? Жаман түс көріп келдім. Айдана тізерлеп. Қорықпа құлыным, мен әкеңмен сөйлесуге келгем, деді. Ләззат екеуіне қарады. Сіздер доссыздар ма? Ильяс пен Айдана бір-біріне қарап, қалай жауап берерін білмеді. Иә, деді Ильяс ақырын. Біз доспыз. Ләззат басын изеді. Жақсы, маған Айдана апай ұнайды. Ол жақсы адам, деді де қайта бөлмесіне кетті. Айдана мен Ильяс бір-біріне қарап үнсіз жылы жымиды. Бұл дұрыс жолда келе жатқан белгі сияқты еді. Айдана Ләззатты құшақтап, рахмет жаным, сен де өте мейірімді қыз екенсің, деді. Ильяс қызын төсегіне қайта апарып, жамылғысын жауып, қасында біраз отырды. Ләззат ұйықтаған соң ас үйге шықты. Айдана терезенің жанында тұр екен. Кешіріңіз, деді Ильяс. Қызымның біліп қоюын қаламадым. Ештеңе етпейді. Ол бәрібір бір күні білетін еді, деді Айдана. Енді тек абай болу керек. Ләззат білген болса, басқалар да біліп қою мүмкін. Ильяс басын изеді. Олар қоштасып, Айдана кетті. Ильяс терезеден қарап ұзақ тұрды. Ішінде бір ғана ой. Біз бұны қанша уақыт жасыра аламыз? Ал Мейіржан біліп қойса не болады? Жауап көп күттірмеді. Сол сенбі кеші Ильяс пен Ләззат бірге мультфильм көріп отырған. Кенет есікке қатты, талапшын түрде тықылдатты. Ильяс ешкімді күтпеген, сондықтан таң қалды. Есіктің көздігінен қарады. Есік алдында қымбат костюм киген ірі денелі, 40-тар шамасындағы ер адам тұр. Беті қатал, көз қарасы суық. Ильяс есікті тек шынжырды қалдырып ашты. Иә? Ер адам жымиды, бірақ көзінде жылылық жоқ. Ильяс Мадиолсыз ба? Иә, сіз кімсіз? Мен Мейіржан. Әрине, мен туралы естіген шығарсыз, деді ол. Ильястың жүрегі шым ете түсті. Бұл Айдананың бұрынғы күйеуі. Не керек сізге? Деді Ильяс есікті әлі жауып тұрған күйде. Жай сөйлескім келеді, 2 минут қана, деді Мейіржан. Мен сізбен сөйлескім келмейді. Мейіржан басын сәл қисайтып, оны бастан аяқ қарап өтті. Әрине сөйлесесіз. Айдана туралы. Ол менің әйелім. Бұрынғы әйеліңіз, деді Ильяс. Ол менікі. Тек уақытша адасып жүр. Бір күні бәрі орнына келеді. Ильястың қолы жұдырық болып түйіліп кетті. Ол сізге қайта оралмайды, деді ол. Мейіржан жай ғана күліп жіберді. Сол күлкіден мұз жүретіндей болды. Сен солай ойлайсың ба? Сен кімсің өзі? Ортша айлықпен күн көріп отырған орта деңгейлі қызметкерсің. Жалдап отырған пәтерің бар, қызың бар. Айдана сені таңдайды деп ойлайсың ба? Деді ол мазақтап. Ол мені таңдады, деді Ильяс. Мейіржанның күліп тұрған жүзі бірден қатайып кетті. Тыңда енді мені. Әйеліммен аулақ жүр. Егер сендер бірге жүретіндеріңді тағы білсем, мен сені жұмыстан шығартам. Репутацияңды ұғатам.
ешкім сені жұмысқа алмайтындай етем. Одан кейін қызына да тием, деді ол салқын үнмен. Ильястың бойы мұз болып кетті. Ол бір қадам алға шықты, бірақ Мейіржан қолын көтерді. Асықпа, төменде менің адамдарым тұр. Бір қате қимыл, аурухана, немесе одан да жаман жағдай. Қызың жетім қалып қалсын дейсің бе? Ильяс ештеңе істей алмады. Қызы үйде, қауіп нақты. Кетіңіз, деді ол қысып. Дереу кетіңіз. Мейіржан жымиды. Айтып қойдым. Тыңдамаған адам ғана өкінеді, деді де бұрылып, баспалдақпен түсіп кетті. Ильяс есікті жауып сүйене кетті. Қолдары дірілдеп тұр. Жүрегі тарсылдап соғып тұр. Бұл енді жай қауіп емес еді. Бұл нақты қатер. Әке, кім келді? Деді Ләззат бөлмеден шығып. Ешкім құлыным. Адрес шатастырған адам, деді Ильяс, оның мазасын алмау үшін. Қызы, бірақ сен қорқып тұрсың. Жоқ, жай шаршадым. Бар мультфильміңді көре ғой, деді ол. Ләззат қайтып кетті. Ильяс бірден Айданаға қоңырау шалды. Үшінші дабылдан кейін ол жауап берді. Ильяс, не болды? Ол келді. Мейіржан, үйіме. Маған қорқыту айтты. Ләззат туралды айтты. Ар жағында үнсіздік орнады. Сосын Айдананың дірілдеген дауысы естілді. Құдайым, мен осыдан қорыққан едім. Айдана, біз бір нәрсе ойлауымыз керек. Ол тоқтамайды, деді Ильяс. Білем, мен қазір барайын. Жоқ, ол аңдып жүрсе қауіпті. Онда бір сағаттан кейін паркке кел. Сол баяғы жерге, фонтанның қасына. Жарайды. Ильяс Баян апайды шақырып, Ләззатқа қарай тұруын өтінді. Ол келісе кетті. Ильяс сыртқа шыққанда айналасын қарап алды. Ешкім жоқ. Көлікке отырып, қала шетіне жақын паркке барды. Отырып күтіп отырғанда 10 минуттан кейін Айдана келді. Жүзі ақшыл, көзі қызарып кеткен. Кешір, бұл менің кінәм. Мен сені бұған араластырмауым керек еді, деді ол. Ильяс оны құшақтады. Айдана, тоқтат. Бұл менің шешімім. Мен қашпаймын. Ол Ләззат туралы айтты. Бұл өте қауіпті, деді Айдана. Мен оны тоқтатамын. Ол бай, танысы көп, ықпалды, бәрін істей алады. Ильяс оның көздеріне қарап. Онда біз полицияға барамыз. Арнайы арыз жазамыз, дәлел жинаймыз, қалайда тоқтатамыз, деді. Айдана үнсіз тұрды. Көзінде қорқыныш та, үміт те бар. Айдана басын шайқады. Мен бұрында әрекеттендім, бірақ ештеңе шықпады, деді ол. Ильяс оның қолын ұстап. Ендеше, енді бірге тырысамыз. Мен бас алмаймын, сен де берілме, деді. Айдана оны құшақтады. Екеуі біраз уақыт жұлдыздардың астында, бос парк ішінде үнсіз тұрды. Екеуі бір адамға қарсы. Бірақ Ильяс ішінде қорқыныш барын сезді. Мейіржан жай ғана қорқытқан жоқ. Ол шын соғыс ашқан еді. Ал бұл соғыс енді ғана басталып жатты. Келесі күні олар қала сыртындағы шағын кафеде кездесті. Екеуі отырып, не істеу керегін талқылады. Бізге дәлел жинау керек, деді Ильяс. Ол қысым көрсетті, бақылап жүр. Қорқытат деген дәлелдеу. Айдана Мейіржанның 2 жыл бойы артынан аңдып жүргенін айтты. Телефон тыңдау, почтаны бұзу, үй маңындағы камералар арқылы қарау. Оның сөздерін жазып алу керек, деді Ильяс. Не айтса да бәрі жазулы қалшалсын. Ол ешқашан куәлардың алдында ашық айтпайды, деді Айдана. Онда жасырын жазамыз, деді Ильяс. Олар келісіп алды. Келесі рет Мейіржан кездессе, Айдана диктофон қосады, ал Ильяс үйіне камера орнатады. 3 күн тыныш өтті, хабар жоқ, қоңырау жоқ. Тіпті Ильяс үміттен қалды. Мүмкін қорқытқан сөздері бос әңгіме шығар деп. Бірақ бейсенбі күні бәрі өзгерді. Айдананың телефонына сурет келді. Суретте Ләззат. Мектеп ауласында біреу жақыннан түсірген. Астында жазу. Таңда. Карьера ма, әлде отбасым ба? Айдана бірден Ильяске қоңырау шалды. Дауысы дірілдеп тұрды. Ол Ләззаттандыр жүр, дереу бар, қызыңды ал. Ильяс мектепке жүгіріп барып, қызын қолынан ұстап алып шықты. Жүрегі атқақтап барады. Полицияға қоңырау шалды, жағдайды түсіндірді. Кезекші. Келіңіздер, арыз жазасыздар. Қазір тек сурет, тура қауіп емес, деді. Үйге келіп есіктің бәрін құлыптады. Жарты сағаттан кейін Айдана да келді. Үшеуі диванда отырды. Ләззат не болып жатқанын түсінбесе де, үлкендердің қорқынышын сезіп тұрды. Әке, бір жаман адам келе ме? Жоқ құлыным, тек жай абай болу керек, деді Ильяс. Ол түнді Айданамен бірге ас үйде отырмай өткізе алмады. Екеуі әр дыбысқа елеңдеп отырды.
Түн ортасында бір көлік тоқтады. Ильяс терезеден қарап еді. Қара түсті седан. Ол келді, деді сыбырлап. Айдана бозарып кетті. Көп ұзамай есік қаққылау басталды. Қатты, ашулы түрде. «Аш, Ильяс!» деп айқайлады Мейіржан. «Аш, әйтпесе есігіңді бұзам!» Ләззат оянып жылап жіберді. Айдана оны құшақтап тыныштандыруға тырысты. Ильяс полициямен телефонда сөйлеп тұрды. Дауыс үздіксіз есікті соғып жатыр. 5 минуттан кейін полиция келді. Мейіржан артқа шегінді, бірақ кетерінде «Бұл аяқталған жоқ» деп сыбырлап кетті. Полиция оқиғаны тіркеді, бірақ ұстаған жоқ. Ресми түрде ол тек есік қаққан. Ильяс пен Айдана арыз жазды. Қарастырамыз деген жауап алды. Таңертең Айдана шешім қабылдады. Енді жасыру жоқ. Ол бар дәлелдерін жинады. Қоңыраулар, хабарламалар, камера жазбалары, куәгерлер сөздері. Адвокат жалдап сотқа арыз берді. Тыйым салу ордерін талап етті және қылмыстық іс қозғауды сұрады. 2 аптадан кейін сот болды. Үлкен зал. Айдана бір жақтак. Мейіржан өз орнына сенімді болып, қымбат костюмде отыр. Айдана барлық дәлелді көрсетті. Қорқыту, анду, ләззатты суретке түсіру. Сот Айдананы қолдады. Мейіржанға тыйым салу ордері берілді. Оған Айдана мен оның жақындарына 100 метрге жақындауға болмайды. Сонымен бірге оған қарсы қылмыстық іс қозғалды. Ол қарсы сөйлейім деп еді. Күзет оны залдан шығарып жіберді. Айдана залдың ар жағында отырған Ильясты көрді. Екеуінің көзі түйісті. Айдана бірінші рет шын күліп жіберді. Жеңілдеп, бостандық алғандай. Соттан шыққанда Ильяс оны құшақтады. Сен жеңдің деді ол. Жоқ, біз екеуміз жеңдік деді Айдана. 3 ай өтті. Мейіржан ордерді 2 рет бұзды. 2 ретте ұсталды. Іс прокуратураға жіберілді. Айдана мен Ильяс енді жасырынбай жүрді. Үшеуі бірге тұратын үй алды. Қала сыртында, бақшасы бар. Ләззат Айдананы апай деп атап жүрді. Бір күні: «Әке, апай енді бізбен әрқашан бірге бола ма?» деп сұрады. Ильяс Айданаға қарады. Айдана жылы жымиды. «Иә құлыным, енді бірге боламыз» деді. Ләззат екеуін құшақтап алды. «Біз нағыз отбасы екенбіз» деді қуанып. Аптаның соңында олар бақта отырып пикник жасады. Күліп ойнап, тыныш отбасылық сәтті өткізді. Айдана сыбырлап: «Рахмет, сен мені қайта тірілттің. Маған күш, өмір қайтардың». Ильяс күлімдеп: «Мен тек бір есікті аштым. Дұрыс емес есік, бірақ өзі дұрыс болып шықты» деді. Айдана оны сүйді. «Ең дұрыс есік сол болды» деді. Олар үшеуі күннің астында отырды.